6 жасар алпамыс. Ilgergi bir zamandarda Жүзбай деген bir бай болupdy. Onun Alpamыс деген bir ulu бар edi. Bir gündörde Жүзбайга тели жылқысына жау шабат. Жүзбай туруп сонда баласына акыл салып: "Оу балам, мен болсам картайдым. Sen жылқыны кууп барып, жаудан кек алууга шамаң барма?" dedi. Сонда 6 жасар Alpamыс бала да болса, батыр болған соң жылқысын шауып кеткеніне шамданып, өзінің бай шұбарын ұстап мініп, бай шұбарды қамшымен ұрып, ешкіммен сөйлеспей жылқы соңынан жөней берді. Алпамыстың аттанғанын қалмақтың қаны түсінде көріп, ел жұртын жиып алып көрген түсін халқына баян қылды. Мен бір бүгін түс көрдім, көп қиындық іс көрдім. Заманым қағындыдай не қылды? Қауса бұқыра бура боп, қарсы қарап шабынды, тұлымдымды тұл қылып, айдарлымды құл қылып, солқылдаған мырзамды табанға салып жүн қылды, қамшымен ұрып жон қылды деп, жұрт ақсақалдарына айтады. Сонда тұрып ақсақалдар патшаның түсін бұлай жориды: "Жүзбайдың баласы 6 жасар Алпамыс келіп, осы жұртты алар" дейді. Патша: "Сол Алпамыс осында келмей тұрып, Алпамысты қолға түсіріп алып келуші талапкер бар ма?" деп халқына жар салады. Сонда бір кемпір патшаға келіп: "Маған бір отау тігіп, 40-қа жинап бер, Алпамысты қолға түсірейік" дейді. Патша мұнысын мақұл көріп, айтқанның бәрін дайын қылады. Кемпір 40 қыздың қолына 40 кесе арақ шарап беріп, 40 отауға алып барып отырғызады. Кемпір Алпамыстың келетін жолын барып тосады. Сол уақытта Алпамыс келе жатыр еді. Алпамыстың аты кемпірді біліп жүрмей тұрып алады. Алпамыстың ашуы келіп, Байшұбарды ұра бастайды. Байшұбар жүрмей тізерлеп жата қалды. Қасына кемпір келіп: "Ей балам, атың жүрмесе шаршаған шығар, сенің жолыңа қарап 40 қыз күн түні күтуде, тезірек бар" дейді. Алпамыс қыз деген сөзді естіген соң атын басына бір теуіп тастап жүре береді. Келіп отауға кірсе, 40 қыз отыр екен. Қолдарында бір кесе арақ шарап бар. Қыздар әрқайсысы кезек-кезек назданып, Алпамысқа арақ шарап беріп, әбден мас қылады. Алпамыс мас болып жығылады. 40 қыз көтеріп барып зынданға салады. Атын патшаға апарып береді. Алпамыс зынданда бірнеше күн жата береді. Бір күні Алпамыстың төбесінен бір топ қаз ұшып бара жатыр екен. Қаздарды Алпамыс шақырып еді, олар қасына ұшып келді. Сол уақытта қаздар: "Кімсің? Нағып жатқан адамсың?" деп сұрайды. Алпамыс: "Мен Алпамыспын" дейді. Қаздар: "Алпамыс болсаң, жатқаныңнан тұрма" деп кете барады. Ең соңында бір байғұс қаз кетіп бара жатыр екен. Соны шақырады. Қаз келді: "Не дейсің?" дейді. Қараса, қаздың бір көзі соқыр екен. "Әй қаз, көзіңе не болған?" дейді қаз. "Жас кезімде анамды бір мерген атып алыпты. Жетім сорлы көп қазға келсем ештеңе жегізбей, мені жетімсініп көзімді шұқып шығарды" дейді. "Аузы күйген үріп шердегендей, көп қаздан қалыс жеке ұшамын, жалғыз көзден айырылып өлейін бе" депті. Сонда Алпамыс: "Сенің қанатыңның астына хат жазайын, сен қоғалы барып қон. Менің қарындасым Қарлығаш сонда құс солып жүрген шығар, құсы сені ілер. Қанатыңдағы хатты көріп сені өлтірмес" дейді. "Егерде ауылдардың төбесінен өте қалсаң, даусыңды шығарма" дейді. Қаз осы Алпамыстың айтқан сөзімен ұшып кете береді. Ұшып бара жатып баяғы Алпамыстың насихаттап айтқаны есінен шығып кетіп, бір ауылдың төбесінен өтіп бара жатып қаңқ етеді. Ол ауылдағы бір ауырған адамға қаздың еті керек деп тәуіп айтқан екен. Қазды қай жақтан табамыз деп отырған соң, үйдің иесі әлгі қазды атып алды. Бауыздайын деп жатқанда қанатының астындағы хатты оқып көріп, жаралы қазды қоя береді. Қаз ұшып Қоғалы көлге келіп қонады. Алпамыстың баласы басқа бір баланың қаздың қанатымен ойнап жүргенін көріп: "Маған да қанат тауып бер" дейді тәтесі Қарлығашқа. Қарлығаш баланың тілін алып, Қоғалы көлге барып, баяғы жалғыз қазды ілдіреді. Ұсталған қаз тулағанда қанатындағы хат ұшып түседі. Қарлығаш ағасының сәлемін оқығасын, қолындағы сұңқарды құсқа салмай, көзінің жасы ат жалын жуып, елге қайтады. Қарлығаш үйіне бармай, жылаған бойымен Қарабай деген бір досым бар еді, соған хабарлайын деп келе жатады. Келе жатқан Қарлығашты көріп, Қарабай
Отын астына жасырынып қалады. Маған бір жұмыспен келе жатыр ғой деп ойлайды. Қарлығаш келе, Қарабай қайда? Алпамыстан хат келді деп дауыстайды. Қарабай отын астынан шығып, Қарлығаштың қолындағы хатты оқып жылап, мен іздеп барамын деп дереу 10 түйеге азық арттырып, 40 құла шібек арқан алып, бірнеше күн жол жүріп, Алпамыс жатқан зынданның басына келеді. Алпамыс қайдасың деп шақырып еді, ешбір дыбыс бермеді. Қарабай досы, егер тірі болса дыбыс берер еді-ау, өлген шығар деп зар жылап отырып алады. Көзінің жасы зынданда ұйықтап жатқан Алпамыстың бетіне тамады. Бұл немене деп шошып оянады. Көзін ашып қараса, досы Қарабай зынданның басына келіп, көзінің жасын көз қылып, сақалын су қылып жылап отыр. Алпамыс досын танып, аман есенсің бе деп қал сұрайды. Қарабай досына тамақ беріп, аттандырып 40 құла шібек арқанды салып, арқаннан ұстатып, зынданның жарым ортасына келгенде Алпамысқа, бұл Қарабай досым, кемпірдің асы келіннің тойында әзіл сөз қылып, құдықта өлейін деп жатқаннан тірілтіп алмадым ба деп бетіме салық қылар деген ой келіп, өлсем өз жайыма өлейін деп, жібек арқанды қос кездікпен кесіп жібереді де зындан түбіне түседі. Қарабай арқаны үзіліп досын шығаруға лажы болмай зарлап, жылап, зындан басында жын ұрған адамдай құлап түседі. Бір уақытта есі келіп еліне қайтады. Қалмақ ханның қой жайып жүрген бір қойшысы бар еді. Бағып жүрген қойларының ішінде хан қызының бір қоңырау тағып қойған серкесі бар екен. Сол серке Алпамыс жатқан зынданның қасында секіріп жүріп, абайсызда Алпамыс жатқан зынданға түсіп кетеді. Алпамыс ұстап жібермейді. Қойшының ашу келіп, серкені шығар, егер шығармасаң, қазандай қара таспен ұрып өлтіремін дейді Алпамыс. Ұрсаң ұр, бірақ бермеймін дейді. Қойшы таспен ұра бастайды. Алпамыс ұрған тасын қайтадан өзін лақтырып жібере береді. Ақыры қойшы жалынады. Егер серкені бермесең, мені патшаның қызы өлтіреді. Бере көр деп тұрып алады. Сонда Алпамыс, күніне бір қойдан беріп тұрасың ба, серкеңді жіберейін дейді. Қойшы мақұл деп күніне бір қойдан бермекші болады. Қойшы осы уәдесімен күнде бір қойды Алпамысқа бере-бере ақыры қойдың бәрін тауысады. Баяғы патшаның қызының серкесінде Алпамысқа береді. Сонда тұрып қойшы, мен енді қайтемін, өлетұғым болдым дейді. Қайғы жеме қойшы деп бір сыбызғыны қойшыға беріп, осы сыбызғыны кешке таман бір шалғын ішінде тарт. Даусын патшаның қызы естіп келер. Сонда мұны кім істеді десе, табаныңды тіліп тұз құйса да айтта дейді. Егер қоймай жалынса, айтарсың, баяғы зындандағы адам жасады дерсің дейді. Қойшы Алпамыстың айтқанындай сыбызғы тартады. Бұл сыбызғының даусымен ханның қызы келіп, мұны қайдан алдың дейді. Қойшы айтпайды. Табан тіліп тұз құяды, онда да айтпайды. Ақыры қыз жалынады. Қойшы кім істегенін айтады. Қыз тұрып, соған мені алып бар дейді. Қойшы, менің аяғым жүруге жарамайды деп отырып алады. Әбден лажы құрыған қыз қойшыны мойнына мінгізіп құдыққа келеді. Құдыққа келген соң Алпамыс пен қыз бір-біріне ғашық болады. Қыз, саған мен тиемін, бірақ сені қалай шығаруға болады дейді. Алпамыс, менің атым қайда дейді. Атың патшаның қолында. Ендеше сен ол атты мінемін деп алда қоя бер. Бір жаман дивананың киімін киіп алып, патшаның алдына бар. Сол уақытта ат мына белбеуді көрсе оқыранады. Сонсын патша сені танып, оқыранды деп сенен сұрар. Бұл атты бағып бер.